Орман құстары. Көздеріңді жұмыңдар. 1, 2, 3. Мен тығылдым. Ал іздеңдер. Жандос, мен сенің қайда тығылатыныңды білем. Қазір тауып аламыз ғой. Ку-ку. Ой, Кәусар, сен неге үндемейсің? Мені тауып алды ғой. Сен жаңа ку-кук дедің ғой. Сол кезде есіме бірдеңе түсіп кетті. Біздің Кәусар тағы да қызық бір нәрсе айтқалы тұрған сияқты. Ал, айтшы қызық болса. Жандос, сен жаңа тығылып тұрғанда ку-кук деп айттың. Я айттым. Ал не болды? Ол ненің аты екенін білесің бе? Жоқ. Ол көкек деген құс қой. Көкек орман құсы. Ол солай өз атын өзі шақырып айтатын құс. Қызық екен. Ол сонда орманда мекендей ме? Иә, ол орман құсы. Тұра тұрыңдар, мен айтайыншы. Кәусар ылғи айтады ғой. Қайсар, сен бәрібір Кәусар сияқты көп нәрсе білмейсің ғой. Жоқ, мен де білем. Анам бізге кеше орман құстары туралы кітап оқып берді. Орман құстарына тоқылдақ, жапалақ, қырғи, шымшық, қаршыға, құр, шіл және көкек жатады екен. Олар немен қоректенеді? Олар құрт құмырсқамен, жеміс жидекпен қоректенеді. Олар да дала құстары сияқты қоректенеді екен ғой. Айтпақшы, Қайсар, білесің бе? Мен оларды хайуанаттар бағына барғанда көрдім ғой. Достар, біз бүгін орман құстары жайлы әңгімеледік. Орман құстары орманды мекендейді. Орман құстары орманды мекендейді. Мен хайуанаттар бағында орман құстарын көрдім. Орман құстары табиғатқа пайда келтіреді. Орман құстары табиғатқа пайда келтіреді. Достар, біздің үйге жүріңдер. Мен сендерге құстар туралы қызықты ертегі оқып берем. Жүріңдер, Кәусардың ертегісін тыңдайық. Кәусар, кітаптан сен ертегін де оқи аласың ба? Иә, мен барлық кітаптарды оқи алам. Бүгінгі үйренген сөздеріміз: тоқылдақ, дятел, жапалақ, сава, қырғи, ястреб, шымшық, синица, қаршыға, ястреб, тетеревятник, құр, тетерев, шіл, рябчик, көкек, кукушка. Орман құстары орманды мекендейді. Лесные птицы обитают в лесу. Орман құстары құрт-құмырсқамен, жеміс-жидекпен қоректенеді. Лесные птицы питаются насекомыми, фруктами и ягодами. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, қазыналы кітап? Қазыбек ұлы жүздің шапырашты тайпасынан шыққан батыр. Ол жас кезінде шығыс елдерінде болып мұсылманша білім алған. Ал жоңғар шапқыншылығы кезінде шапырашты Наурызбай батырдың әскеріне қолбасшы болған. Ол жас кезінде Кіші Азияның ірі қалаларында болып, діни білім алған. Қазыбек бектің әкесі Тауасар би болған. Өте зерек Қазыбек 4 жылда медресені бітіріп, елге қайтқан. Ол 2 жылдай ауыл балаларына дәріс берді. Одан кейін Шамға, Бағдатқа, әрі Стамбулға, Римге білім іздеп барған. Осылай көп жыл білім іздегеннің арқасында араб, парсы тілдерін жақсы меңгерген. Стамбул кітапханасында Әл-Фараби еңбектерімен танысқан. Бірақ жаугершілік заман кітап жазып, ғылыммен айналысуына мүмкіндік бермеді. Ол амалсыз қаламын найзаға айырбастап, ел қорғау ісіне араласқан.
оның бұдан кейінгі бар өмірі елдің шетінде, жаудың өтінде өтеді. Балалар, бүгінгі үйренген сөздерімізді тағы да бір рет қайталайық. Тоқылдақ, дятел, жапалақ, сава, қырғи, ястреб, шымшық, синица, қаршыға, ястреб, тетеревятник, құр, тетерев, шіл, рябчик, көкек, кукушка. Орман құстары орманды мекендейді. Лесные птицы обитают в лесу.